Қайырлы күн болашақ магистранттар. Бүгінгі біздің бастайтын тақырыбымыз екінші ретті дифференциалдық теңдеулер. Мынау бізде соның жалпы түрі. Жалпы екінші ретті дифференциалдық теңдеу дегеніміз, егерде берілген есептің ішінде y-тің екінші ретті туындысын көретін болса, ол бізде екінші ретті дифференциалдық теңдеу деп аталады екен. Мысал келтіретін болсақ, y екінші ретті туындысы қосылған 4x тең 0 болсын. Немесе y көбейтілген y-тің екінші рет туындысы тең x болсын. Немесе тағы y-тің екінші рет туындысы тең болсын бізде y-ға. Яғни есептің берілгенде y-тің туындылары екінші ретті болғандықтан, бұлар бізде екінші ретті дифференциалдық теңдеулер деп аталады екен. Ал енді екінші ретті дифференциалдық теңдеудің шешіміне байланысты айтатын болсақ, екінші ретті дифференциалдық теңдеудің шешімін тапқан кезде оның жалпы шешімі бізде мына түрде жазылады екен. Бірінші функция, сосын тәуелсіз айнымалы x және екі бос мүшеден тұрады екен. Яғни жалпы шешімі бізде осы түрде жазылады. Ендігі кезекте осы екінші ретті дифференциалдық теңдеуді шығару үшін негізгі үш жағдай бар. Бірінші жағдай, егер y-тің екінші рет туындысы тең болсын бізде қандайда бір f от x функциясына. Яғни есептің берілгенде екінші рет туынды болады және тек x қана болады. Мысал келтіретін болсақ, екінші рет туындысы тең болсын бізде 6x-ға. Мынау бізде бірінші жағдай келіп тұр. Біз бұны шығару үшін екі рет интегралайтын боламыз. Енді келесі екінші жағдай, есептің ішінде тәуелді айнымалы y жоқ болса, яғни екінші ретті туындысы берілген, ол тең болсын бізде қандайда бір f от x және y-тің бірінші ретті туындысына дейді. Яғни есептің берілгенде бізде y мүлдем жоқ болады. Мысал келтіретін болсақ, екінші рет туындысы көбейтілген y болсын, тең 2x болсын. Міне, бізде бұл екінші жағдайға келіп тұр. Яғни есептің берілгенде жоқ, мұнда бізде y жоқ па? Бізде y болмау керек, сондықтан бірінші рет туындысы болсын мұнда. Мұнда бізде 2x болсын. Бізде екінші жағдайға келіп тұр. Енді үшінші жағдай, есептің берілгенде бізде x айнымалысы жоқ болса. Екінші рет туындысы. Мұнда y болсын. Тең ол бізде y-тің бірінші ретті туындысы болсын. Міне, негізгі үш жағдайға есептер берілді. Бұл үш жағдайда бізде үш түрлі әдіспен шығарылатын болады. Яғни қазір біз жеке-жеке тоқталатын боламыз. Біздің бірінші жағдай жаңағы y-тің екінші рет туындысы f от x-ке тең болған жағдайда қарастыратын боламыз. Енді мысал жазатын болсақ, y-тің екінші рет туындысы бізде тең болсын 3x-ға. Енді біз айтты жаңа екі рет интегралдау арқылы шығарамыз деп. Біз екі жағын біз айтқанбыз кез келген дифференциалдық теңдеуде біз функцияны іздейміз деп. Яғни функцияны табамыз кез келген дифференциалдық теңдеуде. Біз осыны табуымыз керек осы жерден. Енді екі жағында интегралдайтын болсақ, dx, y-тің екінші рет туындысын біз алғашқы функциясы y-тің бірінші ретті туындысы шығады екен. Ал мұнда 3 көбейтілген x квадрат бөлінген 2. Қосылған бос мүше. S1 деп жазып қоямыз. Неге S1 деп жаздым? Себебі қазір тағы интеграл алған жағдайда бізде тағы бір бос мүше қосылады. Яғни екеуін шатастырып алмас үшін мен бұны S1, оны S2 деп жазып алатын боламын. Себебі екеуі екі түрлі бос мүше. Енді тағы рет интегралайтын болсам, мұнда көбейтілген dx бар. Бізде y шығады екен мұнда. Ал мұнда 3x куб бөлінген 6x болады екен. Қосылған. S1 деп отырған бізде кез келген сан. Яғни кез келген санның интегралын тапқан кезде біз x-ті тіркеп жазады екенбіз қасына. Сонда көбейтілген x болады. Қосылған тағы бір бос мүше S2. Мұнда қысқартып жіберсек болады екен. Y тең x куб бөлінген. Мына жерде x жазып қойыппын ғой. X болмайды. Тек 6 болады. Интерс болды. Мұнда бізде 2 қалады екен. Және қосылған S1 көбейтілген x, қосылған S2.
мынау бізде осы дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі болады екен. Так, бірінші жағдайға тағы бір мысал келтіретін болсақ, y-тің екінші рет туындысы қосылған x, e-нің x дәрежесі тең болады екен бізде x-ға. Так, ең алдымен шығару үшін біз e-нің x дәрежесін теңдіктің оң жағына жібереді екенбіз. Сонда екінші рет туындысы тең болады бізде x азайтылған, так, азайтылған e-нің x дәрежесі. Так, енді екі жағын интегралдайтын болсақ, y-тің екінші рет туындысын интегралдаған кезде бізде y-тің алғашқы туындысы жазылады екен мында. Ал x-тің интегралы бізде x квадрат бөлінген 2. Минус e-нің x дәрежесінің интегралы бізде өзіне тең. Қосылған бос мүше с1. Так, біз есеп бұнымен шықпады әлі. Біздің табатын мәніміз ол бізде функция. Тағы рет интегралдаймыз. Мұнда dx. Сонда y тең болады екен бізде x куб бөлінген 6 минус e-нің x дәрежесі қосылған. Кез келген санға біз интегралдың табатын болсақ, x-ті тіркеп жазады екенбіз. с1 көбейтілген x болады. Қосылған тағы бір бос мүше с2. Так, мынау бізде осы дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі болады екен. Жалпы шешім. Так, келесі бізде екінші жағдай. Есептің ішінде тәуелді айнымалы y жоқ болса. Сразу мысалдан бастайтын болсақ, y-тің екінші рет туындысы тең болсын бізде. Так, y-тің екінші рет туындысы бізде тең болсын 3 y-тің бірінші ретті туындысына. Так, мұнда бізде y-тің өзі жоқ, есептің берілгенде. Бұл бізде екінші жағдай жатады. Біз оны жаңа айнымалы енгізу арқылы шығаратын боламыз. Яғни, y-тің бірінші рет туындысын қандай да бір p деп алсақ. Ал p деп отырғанымыз бізде p от x. Яғни, x-ке тәуелді функция. Енді осы жерден y-тің екінші рет туындысын табатын болсақ, ол бізде y-тің бірінші рет туындысынан тағы бір рет туынды алғанға тең. Ал бірінші рет туындысы деп отырамыз, ол бізде p от x-ға тең. Сонда p от x-тан тағы бір рет туынды алатын болсақ, мынау бізде p от x күрделі функция, бірінші сыртынан туынды аламыз, сосын ішінен бөлек тағы бір туынды алатын боламыз. Сонда p' көбейтілген бірінші сыртынан алдық, енді ішкі x-тан туынды аламыз, x-тің туындысы. Тең болады екен бізде p' көбейтілген x-тің туындысы бізде бірге тең, оны жазбай қойсақ болады. Так, жаңа айнымалылар енгіздік, енді осыларды апарып орнына қоятын болсақ. Так, y-тің екінші рет туындысы деп отырғанымыз p'-ға тең бізде 3 көбейтілген y-тің бірінші рет туындысы p-ға тең екен. Мынау бізде кәдімгі айнымалысы ажыратылатын бірінші ретті дифференциалдық теңдеуге келді. Яғни p' деп отырғанымыз ол бізде dp бөлінген dx деп ашып алады екенбіз. Сонда dp бөлінген dx тең болады екен бізде 3 көбейтілген p-ға. Енді екі жағында dx-ға көбейтіп жүреміз. Сонда dp тең 3 көбейтілген p көбейтілген dx болады екен. Так. Мұнда бізде dx-ға байланысты функция түрге алдында p бізде артық болғандықтан біз екі жағында 1 бөлінген p-ға көбейтіп жібереді екенбіз. Сонда dp бөлінген p тең 3 көбейтілген dx болады екен. Енді айнымалыларын ажыраттық, екі жағында интегралдай берсек болады. Сонда dp бөлінген p-ның интегралы бізде ln p шығады екен, ал мұнда 3 көбейтілген x қосылған s1. Так, осы жерден біз p-ны табатын болсақ, логарифмдер қасиетін қолданып, сол кезде p бізде тең болады e-нің 3x дәрежесіне қосылған s1-ге. Так, мұнда біз дәрежелер қасиетін қолданып 2-ге бөліп жаза алатын болсақ, e-нің 3x дәрежесі көбейтілген e-нің s1 дәрежесі болады екен.
Енді мынау бізде с1 деп отырғанымыз ол кез келген сан. Біз сол үшін мынаны қандай да бір с2 деп жазып алсақ болады. Сонда e-нің 3x дәрежесі көбейтілген с2 болады екен. Яғни p-нің жауабы бізде e-нің 3x дәрежесі көбейтілген с2. Так, бізде бұнымен есеп аяқталған жоқ. Біз айтқанбыз y-тің мәнін табуымыз керек деп, ал мұнда бізде p-нің мәні шықты. Ал p деп отырғанымыз бізде y штрихқа тең екен. Енді соны апарып орнына қоямыз. Так, y штрих тең болады бізде. Так, тең e-нің 3x дәрежесі көбейтілген с2. Так, мына бізде бірінші жағдайға келді. Енді екі жағында интегралдап берсек болады екен. Так, интегралдайтын болсақ, y-тің бірінші рет туындысының интегралы бізде y-ға тең. Ал мұнда e-нің 3x дәрежесі. Так, интегралдайтын болсақ, бұда бізде 3-тен e-нің 3x дәрежесі көбейтілген с2 және қосылған тағы бір бос мүше с3 болады екен. Мынау бізде осы екінші рет дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі болып табылады екен. Жалпы шешімі. Так, осыған орай тағы бір мысал қарастыратын болсақ, кішкене күрделірек. y-тің екінші рет туындысы көбейтілген e-нің x қосылған 1 болса, және қосылған y-тің бірінші ретті туындысы. Так, жаңа жаздық біз y-тің бірінші рет туындысын p деп алдық, ал y-тің екінші рет туындысын біз p штрих деп алған болатынбыз. Так, осы бізде жаңа айнымалы енгізу. Енді мұнда жазамыз. p штрих көбейтілген e-нің x дәрежесі қосылған 1 және қосылған y-тің бірінші рет туындысы, ол бізде p-ға тең 0. Так, p-ны теңдіктің оң жағына жібереміз қарама штангламен. Сонда e-нің x дәрежесі қосылған 1 тең бізде минус p. Так, мұнда бізде p штрихті ашып жазып алатын болсақ, ол dp бөлінген dx, онда e-нің x дәрежесі қосылған 1, онда минус p екен. Так, екі жағында dx-ға көбейтіп жібереміз. Сонда dp, так, біріншіден жазылайық. e-нің x дәрежесі қосылған 1 көбейтілген dp тең болады екен, ол бізде минус p көбейтілген dx-ға. Так, енді dp-ға ұқсас өрнек тұрған жоқ. Біз e-нің x дәрежесі қосылған 1-ден жойып жіберуіміз керек, ал мұнда бізде минус p-ны жойып жіберуіміз керек. Сонда 1 бөлінген p-ны жою үшін p-ға көбейтеміз. Көбейтілген e-нің x дәрежесі қосылған 1-ге көбейтіп жүрсек. Сонда мына жақта бізде dp бөлінген p қалады екен, ал теңдіктің оң жағында бізде p мен p қысқарады, минус dx бөлінген e-нің x дәрежесі қосылған 1 қалады екен. Так, айнымаларын ажыраттық. Енді біз екі жағында интегралдай берсек болады. Так, бізде 1 бөлінген p-ның интегралы ln p, ал мынаны интегралды біз бөлек есептеп болсақ. Так, жазайық. Минус dx бөлінген e-нің x дәрежесі қосылған 1 тең. Так, біз жаңа айнымалы енгізу арқылы шығарамыз интегралды. E-нің x дәрежесі қосылған 1-ді қандай да бір t деп болса. Енді екі жағын дифференциалдаймыз. Сонда e-нің x дәрежесінің туындысы e-нің x дәрежесі өзі шығады екен. Көбейтілген dx тең бізде dt. Осы жерден біз dx есептейтін болсақ, dt бөлінген e-нің x дәрежесіне болады екен. Так, осы жерден біз x табуымыз керек тағы. X деп отырғанымыз t азайтылған 1-ге тең болады екен. Енді осыларды апарып орнына қоямыз. Сонда так, бұнда 1 бөлінген e-нің x дәрежесі қосылған 1 дегеніміз ол t-ға тең. Көбейтілген dx. dx орында бізде dt бөлінген e-нің x дәрежесі тұр. Ал e-нің x дәрежесінің орында t азайтылған 1 тұр. Енді осыларды апарып орнына қоямыз. Сонда
т азайтылған 1 деп жазылады екен, көбейтілген. Енді осы интегралын табуымыз керек. Так, бұның интегралын таппас үшін мына бір бөлшекті екі бөлшекке жазып алуымыз керек, бөліп. Так, сондықтан біз мынандай амал қолданамыз. 1 бөлінген т көбейтілген жақша ішінде т азайтылған 1 тең болсын, бізде мынаны қандай да бір әріппен белгілейміз. А бөлінген т қосылған б бөлінген т минус 1. Яғни кез келген дифференциалдық теңдеуді шығару үшін біз интегралды жақсы білуіміз қажет. Так, енді екі жағында біз т көбейтілген жақша ішінде т минус 1-ге көбейтіп жүрсек, сонда 1 тең болады екен, бізде т мен т қысқарады, а т азайтылған а жазылады екен. Және қосылған т минус 1 мен т минус 1 қысқарады, қосылған б көбейтілген т жазылады екен. Так, т-ларды барларды бөлек жинастырамыз мұнда. Сонда а қосылған б тең бізде 0-ге, ал бізде мұнда минус а тең 1-ге, значит бізде а тең минус 1-ге болады. Так, бізде а минус 1-ге тең болса, значит б бізде 1-ге тең. Енді осыларды апарып орнына қоямыз. Екі бөлшекке бөліп жазып алдық. Мұнда толықтай жазатын болсақ, минус интеграл а-ның орнында бізде минус 1 шықты, значит бізде минус 1 бөлінген т қосылған б бізде 1-ге тең болды. И бөлімінде т минус 1 қалды. dt. Так, осы интеграл алатын болсақ, минус ln. Так, мына плюс болып кетеді екен. Минус плюс ln т қосылған 1 бөлінген т минус 1-дің интегралы бізде, так, жақшаны ашып жазып жіберейін, сразу минус болады мұнда. Так, ln модуль ішінде т минус 1 қалады екен. Және қосылған с1 бар. Енді т деп отырғанымыз бізде енің x дәрежесі қосылған 1-ге тең. Соны апарып орнына қоямыз. Енді орнына апарып қоятын болсақ, ln енің x дәрежесі қосылған 1 минус ln енің x дәрежесі қосылған 1 және азайтылған 1 бар бізде. Мына жазып отырмын, мына жерде минус 1 қосылған с1. Так, мына жерде бізде 1 мен 1 жойылады. Сонда ln енің x дәрежесі қосылған 1 азайтылған ln енің x дәрежесі. Біз негізі мұнда ln мен ені қысқартып жіберсек болады, бірақ бізге ол қазір керек интегралдағанға, сондықтан оны солай қалдыра береміз. Қосылған с1. Так, бізде осы интегралдың мәнін таптық. Енді осы апарып орнына қойсақ бастапқы. Так, нешеге тең болып бізде мұнда? Тең. Так, ln енің x дәрежесі қосылған 1 азайтылған ln енің x дәрежесі қосылған с1 болған. Біз с1-ді ln түрінде жазылсақ болады. Так, енді логарифмдер қасиетін қолданамыз. Сонда ln p мұнда бізде бөлінеді екен азайтылғандықтан, және көбейтілген с1 бар. Так, с1 көбейтілген жақша ішінде енің x дәрежесі қосылған 1 бөлінген енің x дәрежесі болады. Так, енді екі жақта да ln1 екеуін жойып жіберсек, бізде p тең болады с1 көбейтілген енің x дәрежесі қосылған 1 бөлінген енің x дәрежесі. Так, бізде бұл мен x. Так, осы дифференциалдық теңдеудің жауабы аяқталмады әлі. Біз y-тің мәнін табуымыз керек. Енді біз p-ның мәнін таптық, ал p деп отырғанымыз жаңа жаздық, ол бізде y-тің бірінші ретті туындысына тең. Енді осыны апарып орнына қоямыз. Y-тің бірінші ретті туындысы тең болады екен, бізде с1 көбейтілген енің x дәрежесі қосылған 1 бөлінген енің x дәрежесі. Так, енді y-тің бірінші ретті туындысын ашып жазып алатын болсақ, ол бізде dy бөлінген dx-ға тең. Тең бізде с1 көбейтілген енің x дәрежесі қосылған 1 қосылған 1 бөлінген енің x дәрежесі. Екі жағында dx-ға көбейтіп жібереміз. Сонда dy
тең болады екен бізде с1 көбейтілген енің x дәрежесі қосылған 1 бөлінген енің x дәрежесі көбейтілген dx. Так, екі жақтан да біз айнымаларын ажыраттық. Енді интегралдай берсек болады екен. Так, мына интегралды біз бөлек шығарып алсақ. Мында. Так, оны біз бөлек есептейтін болсақ. Мында с1 бар, сосын енің x дәрежесі қосылған 1 бөлінген енің x дәрежесі болды, көбейтілген dx болды. Так, с1 көбейтілген. Мына интегралды мен бөлшекті 2-ге бөліп жазып алсам, сонда так, 1 қосылған 1 бөлінген енің x дәрежесі болады екен. Ол dx-ға тең. Енді осы жерден арға есептейтін болсақ, бізде 1-дің интегралы x өзіне тең, қосылған 1 бөлінген енің x дәрежесінің интегралы, так, мында плюс емес, минус болады екен. Минус 1 бөлінген енің x дәрежесі қосылған бос мүше с2. Так, біз интегралды есептедік, енді осыны апарып орнына қоямыз. Так, бізде 1-дің интегралы y-тің өзіне тең, ол тең болады бізде с1 көбейтілген. Так, мына неше шығады? Так, так, x азайтылған 1 бөлінген енің x дәрежесі қосылған с2. Міне осы дифференциалдық теңдеудің бізде жалпы шешімі болып табылады. Так, мында 1 бөлінген енің x дәрежесі болады, қосылған бос мүше с2. Енді осыны апарып орнына қоямыз. Так, бізде 1-дің интегралы y-ға тең, да y-тің өзі шығады, тең бізде с1 көбейтілген, жақша ішінде x азайтылған 1 бөлінген енің x дәрежесі қосылған бос мүше с2 шықты. Міне осы бізде екінші ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі болады екен. Так, келесі үшінші жағдайды қарастыратын болсақ, есептің ішінде x айнымалысы жоқ болса, яғни y-тің екінші рет туындысы бізде тең болса, f от y және y-тің бірінші ретті туындысына. Так, сразу мысал келтіретін болсақ, y көбейтілген y-тің екінші рет туындысы азайтылған y-тің бірінші рет туындысының квадраты. Яғни есептің берілгенде бізде x мүлдем жоқ. Значит, бізде бұл үшінші жағдайға жатады екен. Бұның әдісі де бізде екінші жағдайдың әдісіне ұқсас, бірақ кішкене өзгешелік бар. Так, бұда да біз жаңа айнымалы енгізетін боламыз. y-тің бірінші рет туындысын p деп алсақ, енді p деп отырғанымыз бізде жаңа p от x-ке тең болды ғой. Ал мұнда бізде x жоқ, сондықтан p от y болып жазылады екен. Яғни y-ге тәуелді функция. Енді y-тің екінші рет туындысын біз табатын болсақ, ол y-тің бірінші рет туындысынан тағы бір рет туындалғанға тең. Ал y-тің бірінші рет туындысы дегеніміз p от y. Және осының туындысы. Күрделі функция сыртынан бір рет туындаламыз, және ішінен тағы бір рет туындалатын боламыз. Сонда p-ның бірінші рет туындысы көбейтілген y-тің бірінші ретті туындысы. Мұндағы бізде y-тің бірінші рет туындысы деп отырғанымыз, ол бізде мұндағы p-ға тең. Сонда p' көбейтілген p шығады. Енді осыларды апарып орнына есептейтін болсақ қойып, y көбейтілген y-тің екінші рет туындысы p' көбейтілген p-ға тең, азайтылған y-тің бірінші рет туындысы бізде p-ға тең, және квадраты бар тең 0. Так, p квадрат теңдіктің оң жағына жіберетін болсақ, қарама штамбамен y көбейтілген p' көбейтілген p тең болады екен бізде p квадратқа. Екі жағында p-ға бөліп жіберсек, y көбейтілген p' тең болады екен бізде p-ға. Так, енді p-ның бірінші рет туындысын біз ашып жазып алатын болсақ, dp бөлінген dy-ға, себебі y-ге тәуелді функция.
Сонда y көбейтілген dp бөлінген dy ол тең болады бізде p-ға. Енді екі жағында dy-ға көбейтіп жіберсек, сонда y көбейтілген dp тең p көбейтілген dy. Так, мұнда бізде dp-ға ұқсас өрнек тұру керек алдында. Y бізде артық, алдында бізде dy-ге ұқсас өрнек тұру керек. Сондықтан p-да артық. Біз екеуінде жойып жіберуіміз керек. Бірінші сол жақтан жою үшін біз бір бөлінген y-ға көбейтеміз екі жағында. Енді теңдіктің оң жағынан p-дан құтылу үшін біз екі жағында бір бөлінген p-ға көбейтіп жібереміз. Сонда dp бөлінген p қалады екен, себебі y пен y қысқарып кетеді. Ал мұнда p мен p қысқарады да dy бөлінген y қалады екен. Енді айнымалыларын ажыратып алдық, біз екі жағында интегралдай берсек болады. Бір бөлінген p-ның интегралы, мұндан бастап жазайын. Бір бөлінген p-ның интегралы бізде ln p тең бір бөлінген y-дің интегралы ln y қосылған s1. Так, s1-ді мен ln s1 деп жазылсам болады. Енді логарифмдер қасиетін қолданамыз қайтадан. Сонда ln y көбейтілген s1. Екі жағынан да ln-ді жойып жібереміз. p тең y көбейтілген s1 шығады екен. Так, біз есеп әлі аяқталған жоқ. Біз p деп отырғанымыз жаңағы y штрихқа тең болған. Енді осыны апарып орнына қоямыз. Сонда y штрих тең болады екен бізде y көбейтілген s1-ге. Так, ал y штрихті ашатын болсақ, ол бізде dy бөлінген dx-ға тең. Сонда dy бөлінген dx тең y көбейтілген s1. Енді екі жағында dx-ға көбейтеміз. Сонда dy тең y көбейтілген s1 көбейтілген dx болады екен. Так, дұрыс. Мұнда бізде y артық, сондықтан бір бөлінген y-ға көбейтіп жүреміз екі жағында. Сонда dy бөлінген y тең болады екен бізде s1 көбейтілген dx-ға. Так, бір бөлінген y-дің интегралы бізде ln y, ол тең болады бізде. Так, тең болады бізде s1 көбейтілген x қосылған тағы бір бос мөлшер, ол бізде s2-ге тең. Так, енді y-ді осы жерден табатын болсақ, e-нің s1 x қосылған s2 дәрежесі, және дәрежелер қасиетін қолданып ашатын болсақ, e-нің s1 көбейтілген x дәрежесі көбейтілген e-нің s2 дәрежесі. Жаңа айттым, ол бізде кез келген сан, сондықтан біз оны қандай да бір s3 деп алсақ болады, бос мөлшер ретінде. Так, сонда y-дің жалпы шешімі бізде мына түрде беріледі. s3 көбейтілген e-нің s1 көбейтілген ex-ға тең болады. Ол бізде осы екінші ретті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі болады. Так, бүгінгі осымен аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.